Жаңа оқу жылы қарсаңында Алматы кітап баспасы ұстаздар мен оқушыларға арналған Топ IQ деп аталатын электрондық оқулықтардың веб-платформасын әзірледі. Электрондық оқулықтарды әзірлеу баспа алуға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда электрондық оқулықтарға деген сұраныс. Осы мақсатта Алматы кітап баспасы арнайы ашты. Сіздерді электрондық оқулықтардың жасалу алаңына виртуалды саяхат жасауға шақырамыз. Дыбыс жазу студиясы. Мұнда дыбыс режиссерлері, дикторлар, актерлер, редакторлар мен әдіскерлер оқулықтың мәтіндік материалдарына сүйемелдеулер, авторлық тректер жазады. Материалдардың студиялық монтажын жасайды. Дара немесе әртүрлі дауыстардың дыбыстық жазбасы бірнеше дубльдерден және соңғы мәлімдемелер қорытындысы арқылы сұрыпталады. Біздің электронды оқулықтарымыздың жанды дыбысы осы жерде пайда болады. Екінші тапсырма. Тыңда. Қайтала. Бейне студия. Түрлі форматтағы роликтерді монтаждау, эксклюзивті бейне материалдарды іріктеу және түсіру, баспа қонақтарымен сұхбаттың бейне жазбаларын, электрондық оқулықты жанды ететін және ұсынатын барлық шығармашылық процесс дәл осы жерде жасалады. Артмедиа студия. Артмедиа студиясының командасы біздің барлық оқулықтарымызды жандандыру барысында тақырыптар мазмұнын жобалау, 3D модельдерді қалыптастыру және анимация жасау жұмыстарын біздің медиа дизайнерлеріміз орындайды. Олар күрделі схеманы көрнекі әрі түсінікті ету үшін оқулық кейіпкерлерін қозғалатындай етіп, маңызды ақпаратты визуалды қабылдау мүмкіндіктерін ойластырады. Бір саны және цифрмен танысасың. Қалай жазылатынына қара. Цифрландыру бөлімі және әдіскерлер тобы. Бұл бөлім цифрлық орталықтағы барлық процестің жүрегі деуге болады. Оқулықтың цифрлық құрылымы мен интерактивті тапсырмалар құрастыру логикасы дәл осы жерде қалыптасады. Оқулықтың баспа нұсқасының мәтіндік материалынан HTML мамандары мен әдіскерлер электронды оқулықтың интерактивті өрісін жасайды. Бөлім мамандары мәтінді бірнеше рет өзгертіп, тапсырмаларды тұжырымдап, жауап кілттерін тексеріп, навигациялық элементтермен толықтырады. Нәтижесінде әр оқулықтың өзіндік оқу траекториясы құрылады. Орталық және бөлім басшыларының кабинеттерінде мамандарға тапсырмалар жоспарланып, істердің ағымдағы жай-күйі туралы ақпараттар талқыланады, жұмыс кестелері құрылып, жобалар қорытындыланады.